Елордада есін толық біліп жатқан науқасқа күрделі операция жасалды. Медициналық тұрғыда сырқатты толық ұйықтатпай, ми ісігін алып тастады. Бұл өте сирек кездесетін әрі қаупі жоғары операция. Ұлттық нейрохирургия орталығының мамандары науқастың жанын аман алып қалу үшін осындай тәуекелге бел буды. Операция столында жатқан науқастың жасы 53-те. Жарты жыл бұрын оның миында ісік бары анықталыпты. Соңғы кездері тілі күрмеліп, айтқысы келгенін толық жеткізе алмай, көп сөздерді ұмытып қала берген. Оның дертіне жалғыз ем операция. Әрі әдеттегідей наркозбен ұйықтатып емес, есін біліп жатуы тиіс. Нейрохирургтар ең ауыр операцияға кірісті. Науқасты ұйықтатпай операция жасау өте күрделі әрі қауіпті саналады. Бірақ мамандардың басқа амалы жоқ. Өйткені оның миындағы ісік сөйлеу қабілетіне жауап беретін функцияның жанында орналасқан. Сол себептен ісікті алу барысында науқастың миын зақымдап алмау үшін операция кезінде ол толық есінде болу керек. Сөйлеу қабілетін қай жерде жасап жатқанымызды түсінбес едік операцияны. Себебі кей кезде болады ісікті көріп, ісікті толығымен алғың келеді. Бірақ ол ісік жаңағыдай күрделі жерде тұрса, ертең ісікті алғанмен ол аурудың бір аяқ бір қол істемей қалуы мүмкін. Не болмаса тілі күрмеліп байланып қалуы мүмкін. Сондықтан оның жаңағы нәтижесі операцияның ойдағыдай болмайды. Ағзасының ең маңызды нүктесіне жасалып жатқан операцияға қарамастан науқас бізге сұхбат беруге келісті. Я не могла даже разговаривать, потому что забыла слова. Опухоль, и она была бы больше и больше, и вообще я бы умерла. Они могут спасти меня. Спасибо им большое вообще. Желаю, нет? Потому что, да, вижу наших людей, которые спасают меня. Спасибо им большое. А вам не больно сейчас? Сейчас нормально все. Мұндай операция осыған дейін елімізде 15-ке жуық адамға жасалынды. Бәрі де осы нейрохирургия орталығында. Бұл күрделі операцияны жасауға бел буған әзірге жалғыз отандық орталық. Нәтиже жоғары. Науқастардың барлығы екінші өмірін бастады. Медицинаның құдіреті деген осы. Операциядан шыққан Елена да еркін сөйлеп отыр. Өмірімнің жаңа тынысы ашылды дейді өзі. И ходить могу теперь вот. Все. Спасибо вам большое. Асима Нұрбайқызы, Азамат Кәкенов, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.